Алматы технологиялық университетінде жүзеге асып жатқан күміс университет жобасы мен үшін үлкен жаңалық болды. Мен бұл жобада білім ала отырып, бүгінгі таңда заманауи ойлауға, жаңа бір серпінмен үлкен бір жаңалық ашқандай болдым. Бұл ең бастысы жас ерекшелігіне шектеу қойылмайтындығының дәлелі. Соның ішінде осы жоба аясында біз туризм саласындағы ағылшын тілін курсын оқыдық. Курс өте қызықты болды. Мұғалімдердің кәсіби біліктілігінің арқасында, әртүрлі әдіс тәсілдерді өте терең меңгерудің арқасында сабақ барысы бізге өте қызықты болды, нәтиже. Сонымен бірге мен бұл жобада тек тіл үйреніп қана қойған жоқпын. Сонымен бірге өзімді өзім жетілдіріп, өзіме деген сенімділігім артты. Және бүгінгі таңда жұмыс барысында күнделікті алған білімдерімді, осы күнделікті жұмыс барысында алған білімімді күнделікті жұмыс барысында, университетімізге шетелден келген қонақтармен сөйлеу барысында, тіпті саяхаттау барысында да қолдануға мүмкін болды. Бұл бағдарлама жаңа серпін берді деп айтсам болады. Біз сияқты оқытушыларға, тыңдаушыларға алдағы уақытта да осы бағдарламаның күміс университет жобасының ары қарай жетілуін, ары қарай іске асуын мен қолдаймын бұл жобаның. Және сонымен бірге болашақ тыңдаушыларға осындай мүмкіндікті тиімді пайдаланып, күміс университет жобасы аясында білім алуға шақырамын. Это просто необходимейшая вещь, это требование цивилизации и науки. Без нее невозможно. Поэтому я очень рад, что есть такой серебряный университет, который позволяет каким-то образом, мы не гонимся за баллами, а все-таки немножко понять этот язык межнационального общения. Конечно, қолданамыз. Әрбірден кейін если мы посмотрим окружающую среду, то язык, он присутствует в нашей непосредственной жизни. Это эти английские слова, компьютер, даже слово технология, это стремление, или какое-то видеообразование, или что-то. Это все английские слова.